Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, армысыздар. Бұл Chevrolet Aveo T300, T300. Бұл көліктегі ақау, мынау май ағып кете берген ғой, клапан крышкадан былай ағып кете берген себебі ол қатты қызғаннан да. Содан соң оның ақауларын бірнеше жолмен іздеп қарадық. Енді бір причинасы бұл вентиляторы кеш қосады. Яғни кәдімгі компьютерден қосқанын қосады. Яғни 108 градус температурада содан кейін қосады. Ал бұл деген негізінде қатты қызып кеткен жағдайда радиатор өзі қосылу керек. Яғни ысып кеткен. Оның причинасы мынадан ағайындар. Мына жерде вентилятордың мынандай несі бар. Несін клеммасын шешесіздер. Мынандай термодатчик бар. Яғни радиатордағы ысылықты білетін осындай термодатчик. Яғни силовой болу керек, қателеспесем. Соның қасында термопредохранитель бар. Сол термопредохранитель кетіп қалған жағдайда мынау сезбей қалады температураны. Сосын сезбегесін ол қоспайды, вообще мынау рөл ойнамайды. Сосын тек қана компьютердің термостат, термодатчиктердің, температура датчиктердің ол содан кейін қосады. Тек қана двигательдің қызған. Ал мына жақтағы вентилятор охлаждать етпей тұра береді. Заводской болмайды да уже. Сол үшін мынауда рөл атқаратыны, егер де машина қызған жағдайда осы термодатчик, термопредохранитель бар, термосақтандырғыш. Кішкентай жасын мынау ысыған кезде вентиляторды уже ол да қосай береді. Оны мультиметрмен тексерген кезде прозвукке қоясыздар, дауысты несіне да дауыс шығады пиқылдағына. Соның сопротивлениесін тексерген кезде нулевой сопротивление болу керек, 0 болу керек. Яғни дыбыс шығу керек. Сол ағайындар осыны устранить ету керек. Содан кейін мына жерде радиатордың температурасы болу керек. Сол термопредохранитель жұмыс атқару ісі атқаратын. Оның ісі яғни айналадағы ысылықты білу үшін. Айналадағы ысылықты білу үшін сол кезде ғана білген кезде сол кезде ғана үзіледі ол. Өзінің ограничениесі бар, яғни 193 болу керек, қателеспесем. Максималда 193 температураны құрайтын, яғни 200 температура 200-ге болған кезде мына жерде ысылық, мынау ысылықты береді ғой. Соның мына предохранителі ысылықты сезеді. Бұл термопредохранитель оның тоқ беру несін сақтандырып тұрады. Яғни қатты ысып кеткен жағдайда айнала суына үзіп жібереді. Оны тек қана компьютер қосады. Содан жүреміз. Кеш қосады. Сол ағайындар.